Сіз енді мына ассоциацияның президенті ретінде осы республикаға танымал халық емшілер ретінде осы халық емшілеріне қандай тілек өзіңіздің айтар ақыл кеңестеріңіз бар? Қандай ойларыңыз бар? Қазақстан Республикасында осы біздің конституциямыз, заңымыз біреу, бір ғана мәліметте әркімге шығарылған емес. Сондықтан заң мағлұматына әр уақытта бәріміз дағылуымыз қажет. Қазақстан Республикасының қасиетті халық емшілеріне айтатыным, қазір өздеріңізді ашыңыздар, бүкілдеріңізді ояусанаңыздар. Себебі сіздер мынау қазіргі таңдағы осы денсаулық министрлігі және де осы халық орталық емшілер орталығы сұрап жатқан қазіргі заманымызға сай құжаттарымыздың болып үкіметке танылған емші ретінде тіркеуден өткізулеріңізді өтініп сұраймын. Себебі бұл уақытта сіздер Алланың алдында қалай танылған болсаңыздар, үкіметтің алдында мойындалатын болсаңыздар, сіздердің әрбір жұмыстарыңызға нұр үстіне нұр болар еді. Сондықтан тіркеуден өтуді, құжаттарыңызды қалпына келтіруді аңқау елге арамызда деген болған шығар енді. Бір ғалымнан бір құмалақ шіртпеу керек. Өйткені қазір осы жолда үлкен тексерулердің, осы жолда үлкен тағы жұмыстардың мағлұматтары жүріп жатыр. Әр уақытта қай облыста, қай жерде болмасын біз осыны ескертіп келе жатырмыз. Ал бірақ енді оларға әрдайым қолдарыңыз қуат беріп, Алланың нұры жауып, әрдайым халық шипаларыңызға бөленіп, жақсылықта табыстар болыңыздар. Жақсы сұхбатыңызға рахмет. Алланың нұры жаусын сіздерге көп рахмет. Жиі осындай біздің халық емшілері туралы мағлұматтар жіберіп тұрыңыздар, біз ризашылықта боламыз.